Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында сыр, яғни ірімшік жасайтын боламыз. Өте оңай дайындалады, жұмсақ, дәмді, бар жоғы 3 қоспадан тұрады. Олар сүт, жұмыртқа және қаймақ. Ең алдымен сүтімізді ыдысқа құямыз. Менде сүт дүкеннің сүті 6%. Және оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, отқа қоятын боламыз. Сүтіміз піскенше біз қоспасын дайындаймыз. 3 жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Оның үстіне қаймағымызды қосамыз. Қаймақ менде дүкеннің қаймағы 20%. 200 грамм қаймағымызды қосамыз. Осылай қаймақты қосып болған соң жақсылап араластырамыз. Барлығы бірге біріккенше. Қолдың сүтін, қолдың қаймағын және қолдың жұмыртқасын қолдансаңыздар тіпті керемет болып шығады. Міне барлығы біріккенше араластырамыз. Міне осылай болып шығады. Енді оттағы сүтіміз пісіп жатыр. Міне енді бір араластырып, осының үстіне сұйықтығымызды құятын боламыз. Сүтімізді екінші жағынан араластырып тұрамыз. Осылай бәрін қосып болған соң, қайнағаннан кейін оттың астын басамыз. Қайнады, оттың астын бастық. Міне көріп тұрғандарыңыздай ірімшігіміз жайменде пайда болып жатыр. Тағы да 4-5 минут қайнатамыз. Ірімшік пен сары суы бөлінгенше осылай қайнатамыз. Міне бара-бара қоюланып бара жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Міне сары суы бөлінді, кішкене қоюланды. Міне енді оттың астын өшіреміз. Мен мынандай ыдысымызды алып, оның үстіне тесігі бар осындай ыдысты немесе сүзгішті қолдансаңыздар да болады. Осының үстіне таза марлыны 2 қабаттап төсейміз. Енді осыған ірімшігімізді салып сүзіп алатын боламыз. Міне осылай бәрін салып, ыдыстың түбіндегі сұйықтығына дейін құямыз. Мен форма жасау үшін осындай балдың ыдысын алдым. Түбін осылай тесіп шығамыз. Сұйықтығының бәрі сыртқа ағып кету үшін. Міне марлыны аламыз. Бағанағы форма ыдысымызға салып, үстінен кішкене қасықпен басып, кішкене нығыздап жібереміз. Міне осылай басып шығамыз. Осындай крышкамен үстінен жауып, оның үстіне кішкене ауыр салмақтағы кездеген затымызды қоямыз. Осылай бір түнге немесе 7-8 сағатқа қалдырамыз. 7-8 сағат тұрды ірімшігіміз. Енді қалай шықты екен, бірге көрейік. Жұмыртқаның иісі, дәмі мүлде білінбейді. Әрине дүкеннің қаймағына қатты ұқсамайды, бірақ өте жұмсақ және дәмі де өте керемет. Таңғы асқа шаймен, кофемен бірге керемет үйлеседі. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін және сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріп, өз ойларыңызды комментарийге қалдырыңыздар. Келесі дәмді рецептерде көріскенше, менің каналыма видео ұнаса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.